O'tiringizlar. Sabahımızı bastırmasdan vurun. Aytalım. Tamosha. Tamosha. Ежелгі Алматы қаласындағы Шамшыр қаласы. Тамаша. Тағы тамаша. Жақсы балалар. Енді сабағымыз бастамастан бұрын Музейдің іші. жақсы, тамаша. Енді балалар сабағымыздың тақырыбын айтпастан бұрын мына бір суреттерге мән берейікші. Эрмитаж, Лувр, Қазақстан Республикасы ұлттық музейі. Барлықтарыңыз сабағымыз тұздық болсын әңгімемізге. Мынау мұражайларға назар аударыңыздар. Театр музейінің ғимаратынан ерекшелікті аңғарған боласыз. Суретші Сальвадор Дали мұражайы біздің 5 метрлік адам үстінде қыдырып қайтуға болады. Корпус музейіне алыптың аяғы арқылы эскалатор мен көне технологиялармен жабдықталған 5-ді кинотеатр дерсіз. Әлемнің 8-ші кереметі терракотасынан бейнеленген. Саздан кетірілген сарбаздар 20-шы ғасырдың ең ірі археологиялық табысы. Сиярына келген әр турист бұл музейді араламай қалды. Музей. Су астындағы музей. Су астындағы музей. Египеттегі айыл мүсінінің терракота әскері. Жақсы. Балалар, ең соңғы музей не туралы болды жаңа? Су астындағы музей. Ол музейдің ерекше топ бойынша бөлініп отырмыз. Бірінші топтағылар сіздер, құрметті балалар, таныстырасыңдар арнайы түрде. Екінші топтағылар Эрмитаж мұражайының экспонаттары жиі көмегімен немесе берілген суреттермен сәйкес суреттесіңдер. Әрбір музей шынайы еңбекпен жүреді. Сондықтан да сендер де шынайы еңбек етсеңдер, болашақта сіздердің де арнайы. Дисквиттердар барлығын құйып бердім. Сендерге міне балалар қағаз бар. Жалпы болашақта 2125 жылы сіздерге телефон жалпы қандай да мүмкіндік бар, соның бәрін байланыстырып болады. Топтасып бірге өздеріңізді атын бағалаңыздар. Британдық музейге саяхат деген үшінші топта оқытатын керек болса. Түсінбей жатқан бір мейрамды оқыса. Сендерге мынандай шығармашылық жұмысқа макия беріп қойсам, макия бар. Сонда тақтадағы суреттер бойынша мен экскурсия жасадық па? Британдық музей таныстыруларыңыз керек. Алдағы мына жерде дискриптор бар, осы бойынша. Түсінбей жатқан мәселе болса сұрасыңдар болады. Бұл мұражайдың тарихын жаңа ай көмегімен презентация жасаңыздар деген шақырма болды. Жақсы. Мұражай саяхатшыл бес қамалды салынып, резиденцияға айналдырып, мұражайға қайта салу жұмыстарын бастады. Резиденцияға айналдырды. Жақсы. 16-шы ғасыр мұражайы. 1682 жылы Идорис 14-ші Бесаға көшкен кезде, 13-ші ғасыр Бесаға көшкен кезде Лувр құрылысы тоқтайды. 93-ші жылы француз революция кезінде Лувр халыққа ашық мұражай ретінде жарияланды. Жақсы. Келесі. Наполеон орнатқан коллекцияларды байыту және мұражайды Францияның және бүкіл әлемнің тарихы мен мәдениетінің тірі куәсі. Өнердің ошағы дүниежүзілік өнердің ең баға жетпес. Бір жаһангез дүние жүзіне азамат. Сөйтіп осы Лувр мұражайына барады. Сол барған уақытта белгісіз бір себептермен Лувр мұражайының ішіндегі Эрмитаж дегеніміз не? Эрмитаж музейі әлемдегі ең ірі және ең танымал музейлердің бірі. Ол Санкт-Петербург қаласында орналасқан. Музейде 3 миллионнан астам экспонат және ол әлемдік мәдениеттің маңызды орталығы болып саналады. келесі.
мысалы Леонардо да Винчи кезеңінде қамтиды. Экскурсия барысы. Әр зал белгілі бір елге немесе өнеріне арналған турист келеді. Бұл жер әлемдік мәдени мұраның маңызды бөлігі болып табылады. Нақты фактылар келсек, музейді толық аралау үшін адамға бір тарихи жәдігерді екімен бөлсе, адамның 30 жыл уақыты кетеді. Және де тағы да бір қызықты бар. Музейдің мұражайынан осы егер сол тұлға Өзбекәлі Жәнібек болмағанда біздің Қожа Ахмет Яссауиге ең үлкен тайқазанымыз қазақ. Британның мұражайға саяхат дейді. Ол жерде кімдер бар? Біздікі рөл бойын болғаннан кейін біз қасымызға көрермендерге топтарды ортаға шығуларын сұраймыз. Себебі солай сіздерге біздің мұражайымызды толығырақ таныстыруға мүмкіндік береді. Әр топтан бір Сіздерме британдық мұражайына қош келдіңіздер. Сіздерге таныстыратын қазақстандық экскурсиялық Задырхан Амина. Бүгін сіздерді әлемнің ең ірі әрі ең әдемі музейлердің бірінде қарсы алғаныма өте қуаныштымын. Тарихын айта кетсем, Британ музейі 1753 жылы бұл үлкен бір әдемі музейлердің біріне айналды. Қазіргі біздің көріп тұрғанымыз египеттегілердің бірі, ең танымал жәдігерлердің бірі Розетта Стоун. Розетта Стоун бұл тас әлемдегі өтетін болса, сонымен қатар бұл бөлімде ең қызықты ақпараттардың ең қызықты бөлімдердің бірі бұл Орта Азия. Орта Азияда қызықты ақпарат болып табылады. Бізде бұл сол біздің бабаларымыздың заманындағы етіп. Музейде 8 миллионнан астам өте үлкен жәдігерлер бар. Назарларыңызға рахмет. Уақытқа қысыласыз. Құрметті әріптестер, бізде 21 ғасырдағы экспонаттар, көндегі заттар қазіргі мұражайымызға алып келді. Бұл сол замандағы адамдардың өмірі және ой өрісін, армандарын көрсететін болады. Яғни біріншісін айтып, смартфон арқылы сөйлесіп, ақпарат алмастырып, және де сол көптеген қажетті заттарға қолданылатын болған. Және де соның маңызын айта кетсек, адамдар соның өте қатты ұмтылған болатын және жаңа технологияларды ойлап Қазақстаннан ең алғашқы қазақ архивтері болды. Рахмет оларыңызға бала. Және де біз қазіргі заманда ми сигналдармен сөйлесек, ол заманда әлеуметтік желі Миссиялар деген. Алтыларыңызда арнайы QR бар. QR кодты ашыңыздар да тез-тез жауап беріп болады. Ашыңдар. Бұрын сарай болған. Ертеңдер мұражайда болған. Жақсы. Жақсы. Тез-тез. Винчи қолжазбасында шебер. Жақсы. Сенің қиялың Виткан музейіндегі Микеланджело биік. Жақсы. Дүниесінде ерекше. Күшті. Сенің сөздері тасының жадында мәнді. Жақсы. Сенің қиялың елдің сияқты шексіз. Сенің қиялың шексіз. Сенің бек әрі түймесіздері кететін мықты әрі мәнді. Сенің деген Метрополитен музейіндегі Рафаэльдің қамындай әсем. Қамындай әсем. Жақсы. Сенің рухың Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде биік әрі асқан. Жақсы болыңызшы. Сенің рухың Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде биік әрі асқан. Кімге берген? Көне мүсіндердей мәңгілік. Кімге берген? Айнұра. Айнұра. Көне мүсіндей мәңгілік десе бар. Музей алса көп қырлы. Оқи ғой. Үстін волейболистқа ұқсайсың деп дегенге. Сен өзің спорт жақсы көресің, олай деген нәрсе бар. ОБТ-ға баратын кезде сіздер де балалар осындай тапсырма орындайсыздар. ОБТ күнделігі. Асыл ма? Жақсы, мен сұрақтарын қойдым дамы. Лувр мұражайындағы Мона Лиза картинасын танымалдың әсер еткен фактор. Келесі. Жақсы.
өзі дамуына ортақ сипаты. Тез бағалап маған өткізіңіздер, өз қай егер де сабақ бойынша түгел 10 балл алсаң, алтын музей несін үздік марапат аласың. Сосын барып жинап аламыз, құрметті оқушылар. Қандай идея ұсынасың? Мынандай кесте берілген. Осы кестені WhatsApp-қа жіберемін. Осыны арнайы түрде ортақ келіңіздер, мақұл. Алтын музей 1, 2, 3, 4. Өте тамаша. Өте тамаша. Сағыз қабылдады ма? Абылай. Жақсы. Ұнамаған балалар ма алаңда? Жақсы. Оқушылар балалар ма? Қай кезең сіздерге қатты ұнады? Қай музей қатты қызықтырды? Білетін боламыз, мақұл ма? Сабақ аяқталды, оқушылар өздеріңіз белгілеген жерлеріңізді бағалап барышыңызды беріңіздер.